Күллі мадақ мақтауларды Раббымыз Аллаға арнаймыз. Сүйікті келші, тура жолды нұсқаушы, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сансыз салауаттар болсын. Ол кісінің мінекей мешітке жиналып жатқан үмметіне, сіздерге, біздерге Алланың есерлігі, берекеті болсын. Қане бауырлар, бір отырып алайық, бастайық та. Бастай алмай кетіп қалмай қайтайық. Бастайық, келе жатырмын мен. Құрметті бауырлар, мешітке басып келген қадамдарыңызға Алла берекеттер берсін. Тұңғыш рет сіздердің елдеріңізде, арқа жерінде Қарағандының топырағына қонақ болып келіп қалып жатырмыз. Өте қуаныштымыз сіздермен кездесіп жатқанымызға. Осындай керемет Алланың үйінде кездесіп жатқанымызға қуаныштымыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады: "Иза марартум раудатан мин риядил жанна фартау" дейді. Ей сахабаларым, егер де жәннаттың бақшасының жанынан өтіп бара жатсаңыздар, онда тізелеріңді бүгіп отыра қалыңыздар дейді. Отырай қалыңыздар. Көрінбей жатыр, түсініп жатырмын барлығын. Көрінбей жатыр. Қайтемін енді. Ана дронның үстіне отырып алып айтпасам енді аралап жүр. Телефондар не қылмай қойықты, ана телефондар түсіріңіздер де көрсін, мына кісілер, басқа кісілер бар ғой. Не тұр міне, Құдайға шүкір. Мына жерде түрлі дәжжалдың көздері тұр. Бәрі түсіріп. Телефонға түсірмей қойыңыздар. Жәннаттың бақшасынан өтіп бара жатсаңыздар дейді, онда тізелеріңді бүгіп отыра қалыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, ол не нәрсе?" дейді. "Ол қандай жәннат?" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланы еске алған жиындағы отырыс бұл жәннат деп айтты дейді. Мінекей, Алланы еске алуға уақыттарыңызды бөліп, ақшаларыңызды қиып, қажыр қайраттарыңызды жұмсап келіп жатсыздар, 1 сағат, 1,5 сағат уағыз насихат тыңдайық деп, Алла уақыттарыңызға, білімдеріңізге, өмірлеріңізге берекет берсін. Жәннатта отырғандай жайбарақат отырыңыздар иншалла. Гүбір-гүбір жан-жақтан нені қойсақ жақсы болар еді. Суретке түсіп алып қайтатындар бар, олар қайта берсе болады суретке түсіп алып. Отчеттарын алды. Екі-үшеуден жиып алып карта ойнайтындар бар ана жерде. Азы шұғып кеше бір жерде отырсақ, қоймайды, аналар бар ғой, қой десем қоймайды. Сосын айттық, сендерде карта ойнап жатсаң, не істеп жатсыңдар деген сияқты әңгімелерді мәжбүрлейді адамға айтуға. Аллаға мыңда бір шүкір, Алла сүйген құлына иман береді, қалаған құлына дүниені береді деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мінекей Алланың сүйген құлдары тегін адам емессіздер. Біздің қазақтың өлең жылдарында да келеді ғой, өлең жылдары. Қабірді күрек кеңейтпейді дейді, иманмен барған жүрек кеңейтеді дейді. Сонымен жүректеріңіз иманға толған, Құдайды жалғыз деген, пайғамбарымыз Мұхаммедті Алланың елшісі деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмметі, мінекей Алланың жер бетіндегі үйлерінің біріне бүгін тағы бір жиналып қалып жатырмыз. Рахмет баршаларыңызға, келгендеріңізге. Енді Алла пайдалы білім алып қайтуды нәсіп етсін. Ана телефонды тастап мұқият тыңдасаң, біраз нәрсе аласың. Негізі телефонның орнына блокнот әкелсең, вообще көп нәрсе аласың. Телефон тастаңыздар, мұны арт жақтағы ағайындар көрсін. Жұмыстан кешіп келден сіздер. Ой, сен қадырдың ғой. Тұра тұрсаң, енді уағыз бітіріп алайық. Осындай болып тұрады. Байдың қызында да. Аллаға мыңда бір шүкір. Алла бізді жаратты, бекерден бекер жаратқан жоқ. Барлығымыз дүниеде қонақпыз, бір-бірімізге қонақпыз. Қайтадан Раббымыздың құзырына барлығымыз қайтамыз. Жассың ба, кәрісің ба, аурусың ба, саусың ба, ешкім Алланың алдында
қызық емес, уақыты сағаты келген кезде барлығы Алланың алдына қайтады. Бірақ кім қалай қайтады, сол қызық болып тұр. Ғалымдарымыз айтады, небір адамдар дүниеден өтіп кетіп жатыр дейді, бірақ өмірдегі ең ләззатты, тәтті нәрсені алып кете алмай жатыр. Сонда шәкірттер сұрайды, ол не нәрсе, я ұстаз? Не нәрсе дүниедегі ең ләззатты, тәтті нәрсе десе, ғалым айтқан екен, дүниедегі ең ләззатты, тәтті нәрсе Құдайды тапқан жүрек деп айтқан екен. Сондықтан міне Құдайды тапқан жүректер жиналып жатырмыз. Мынау кейбір Құдайды тапқан жүректер кейде Құдайға ренжіп қалып жатады екен. Кейбір Құдайды тапқан жүректерді кейбіреулер не істейді, жолдан тосып жатады екен. Не бар мешітте саған? Не бар мешітте? ютубтан ақ көре сал, өйте сал, бүйте сал. Сен осы бір тақуа болмай қойшы, сен бар ғой, кеше ғана сен білем ғой, сен не істеп жүрген кешеден бері. Бүгін өзінше ол тақуа болып тақия киіп басыңа жұмадан қалмайтын болып кетсің ғой деген сияқты әңгімелерді айтатын адамдар бар ма? Бар. Оның орнына келсейші кішкентай кальянды атайық. Бірдеңе қылайық. Ставка тігейік мына жақта деген, ставка тігіп ақша көтеріп алып жатырмын. Көрдіңіз бе? Осындай не адамнан болған шайтандар болады кейде. Бұны Құранда Алла тағала айтып қойған. Минал джиннати уан нас, ол шайтан жындан да болады деді, адамнан да болады деді. Қараңыздар. Мына жерде қазір менің көзім қуанып жатыр да, мысалға. Осындай керемет Қарағандының тұрғындары жан-жақтан ауылдан келген жамағатша естіп жатырмыз, аннан мындан келіп жатыр деп жатыр. Қандай керемет көрініс, мына көрініс. Қараңызшы. Мына көрініс Құдайға ұнай ма, ұнамай ма? Ұнағанда қандай? Құдай тағала отырғанда періштелерге мақтанып жатқан шығар, кім біледі? Именно періштелерге мақтанады Алла тағала. Өйткені именно періштелер адам жаратылып жатқан кезде әңгіме айтқан. Адам атан жаратылып жатқан кезде сен, ей Раббымыз, қан төгетін, бұзықтық жасайтын адамды жаратып жатсың ба деді. Сонда Алла тағала инни а'ламу ма ла та'ламун деді. Мен сендер білмейтін нәрсені білем деді періштелер. Сендерді де жаратқан мен ғой деді. Дұрыс па? Сонда періштелер не деді? Субханака деді. Раббымыз сен кемшілік сипаттардан пәксің деді. Ла илма лана, бізде ешқандай білім жоқ. Илля ма алламтана, өзің үйреткеннен басқа. Көрдіңіздер ме? Сонда періштелер бұлай деп неге айтып жатыр деп қарасақ, кейбір тәпсір кітаптарында Алла тағала періштелерге жердің бетінен барып топырақ әкеліңдер, адамды жаратам деп айтқан екен. Сонда әр періште әр жердің топырағынан алған. Біреу Арқаның топырағынан, біреу Бетпақдаланың топырағынан, біреу Қостанайдың қара топырағынан. Сөйтіп жинаған кезінде адамның топырағы әр түрлі неден жасалған дейді. Топырақтардың құрылымынан жасалған дейді. Бір-біріне жабыспайды дейді, ана көрдіңіздер, әр түрлі топырақ. Енді бұдан шығатындар ертең бір-бірін тыңдамайтындар. Көрдіңіз ба? Бір-біріне келіспей не істейді? Қан төгеді дейді. Дұрыс па? Мына жерде қанша адам отырмыз? 1000-2000 адам отырмыз ба? 2000 түрлі пікір бар мына жерде. 2000 түрлі ой бар. 2000 түрлі әркімнің өзінің позициясы бар ұстанған. Бірақ барлық адамның ой пікірі, позициясы бір нәрседе ғана бас қосалады. Бұл Құдай салған шариғаттың шеңберінде ғана. Басқа жерде адамдардың пікірі ешқашан ести алмайды. Бір-бірімен келісе алмайды. Сонымен періштелер айтып жатыр ғой. Сол үшін Алла айтып жатыр періштелерге, әрдайым мақтанған кезде көрдіңдер ме, ей періштелер, сендер жер бетінде қан төгеді деп айтып едіңдер ғой баяғыда адам жаратып жатқанда. Міне, қара менің пенделеріме, өзімнің үйіме жиналып, мені еске алуға қадамдарын басып келіп жатыр деп Алла тағала мақтанып жатқан шығар деп жатырмыз ғой. Солай болуы мүмкін бе, мүмкін емес пе? Әлбетте мүмкін. Негізі бұны Алла тағала Арафат күні айтады. Бірақ енді мен мына жерде мешітке ғана айтып жатырмын. Мінекей сондықтан Құдай бізге берген иманды алып қоймасын. Енді ешкімнің өмір бақи мен осы имандылық жолында болам деп айтуына гарантия жоқ. Әркім әр сәтте жолдан жаңылуы мүмкін. Жолдан жаңылуы мүмкін. Бірақ қаншама жолдан жаңылып қателікке түссең де, Алланы өзге Құдайға айырбастама. Қазір түрлі жастар әлеуметтік желі деген жақсысы бар, жаманы бар, енді Құдай сақтасын. Мынау өзінің атеист екенін жариялап жатқан адамдар шығып жатыр, қазір білесіздер ғой,
мен өзімнің Құдай жоқ, атеист екендігімді салтанатты түрде сендерге жариялаймын деп адамдар шығып жатыр. Не деген сорақы заман. Неге деп артын зерттеп келсеңдер, Құдайға ренжіп қалдым дейді. Ой бермей. Құдайға ренжіп қалды жаңағы. Неге ренжисің сен? Құдай саған көз берді, жүрек берді, аяқ берді, біреулерге бермеген ақыл берді. Дене мүшеңді көркем бейнеде, кемел түрде жаратқан Раббыңа неге ренжисің? Нең бар сенің өткізіп қойған Құдайға? Бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Құдайға ренжитіндей бірдеңең бар ма өткізіп қойған? Не деп ренжисің? Құдайға ренжіп қалдың, сосын Құдай жоқ, атеистсің. Ойбай, сен Құдайға ренжіді екен деп, Құдай тағала қиналып жатыр ана жақта. Жаман болып жатыр ол. Күллі дүние кәпір болып кетсе де Аллаға ешкім зиян бере алмайды, біліп қойыңыздар. Бүкіл дүние иманға келіп, мұсылман болып, 5 уақыт намазын қазағындай оқыса да, ешкім Аллаға пайда бере алмайды. Аллаху самад, Алла ешкімге мұқтаж емес. Осыны ұмытпау керек. Құдайға ренжиін деп жатқан кезде. Сосын жаңа анау айттық қой бір балықшының оқиғасында. Құдай тағала кейде бір өмірде сынаған кезде, сөйтіп ренжіп қалып кете беретін болсаң, не дейді жаңа, битке өкпеледің деп тоның жақпа дей ма қазақ? Құдайға ренжідің деп дініңді ауыстыра беретін болсаң, нең қалады сенің? Нең қалады? Екі балықшының оқиғасын айтқан біз тыңдаған кісілер болса, бір балықшы бар, көп Құдайға сыйынады екен. Құдайым, сен Құдай, мына Құдай деп, талпа үйінде Құдай анам. Көлге балыққа шығатын кезде бүкіл Құдайына сыйып шығады екен жаңағы. Құдайларым, помогите, пожалуйста деп. Сөйтіп жаңа неге кетеді екен көлге қарай. Мына жақта екінші бір мұсылман бар, Раббым, сен жалғызсың, сенің серігің жоқ, ризық несібені сен бересің деп шығады екен. Екеуі шығады, екеуі бір-бірінің дұғасын естіп тұр, көрші ғой. Көлге барады, многобожие бар ғой жаңағы, көп Құдайға сыйынатын. Қармағын лақтырса болды, балық түсе береді дейді ғой. Қармағын лақтырады, балық түседі дейді. Мынау бисмилла деп лақтырады дейді, тым жоқ дейді. Қайттан жинап алады да, бисмилла деп лақтырады дейді, жоқ. Барасында 2 рәкат намаз оқып келесің, қайттан лақтырасың. Жоқ, ештеңе, балық жоқ. Мынаған түсіп, саған түспей жатыр ғой балық. Көрдіңіз бе? Кеш батқан кезде, шамның кезінде бір балық ілінді дейді, дәу балық екен, анау қуанып қармақтан балығын алып жатқан кезде балық қолынан сытылып шығып кетті, қайтадан көлге қарай. Ал не деп айтасың мынау? Алға қарай жылжыңыздар дейді. Жылжығанда енді әйел кісілер де жылжысын дейді ғой. Қалада қыз балалар тұрып қалыпты. Аяқтарынан салқын тиіп қалар ертең. Керек қой. Денсаулық керек қой деп жатыр. Келіңіздер, жақын отырайық. Бір-бірімізге деген мейіріміміз артып, күшті, бір-бірімізді жақсы көріп отырайық, сахабалар сияқты. Жының келіп, не істеп отыр демей. Болды ма? Ал отырайық енді. Болды ма? Жалғастыра берейін онда, жамағат. Балық суып қалар. Етірек жеп алайық. Многобожиенің аулаған балығы халал бола ма, болмай ма? Деген қалай болды? Ауыз тиіңіз десе, көп тойып жесең харам болады. Ол балығын беріп отқан жоқ, бізге просто не қылып отқан. Қараңыздар да, тойымыз. Жаңағы балық, анау
кешкісін бір балық түсті ғой. Сонымен ол да кетті. Мынау ырза, құдайларына вообще ырза. Әр құдай бір-бір балықтан берген құсар. Сонымен не керек? Ана пенде қиналып кетті, бірақ енді оны көріп тұрған періштелер одан қатты қиналып кетті. Имам Абу-Лейс Самарқанди айтады бұл оқиғаны, Танбихул ғафилин деген кітапта айтады. Сонда жаңағы періштелер айтты, Раббымыз сен деп шықты ғой, мына пендең деп айтады дейді ғой. Сен деп шықты ғой. Раббым сен ризық берушісің, сен мына жоқтан бар етушісің деп шықты ғой. Не болып жатыр дейді ғой. Сонда Алла тағала айтты, ей періштелер, бұның жәннаттағы үйін көре қойма деп айтты. Сөйтсе сол сәтте жәннаттан үй салынып жатыр екен. Да зәулім сарай жаңағы балықшыға. Неге десек, сондай қиын болып тұрса да, мысалға енді ана жерде Құдай сақтасын басқа біреу болса бар ғой. Зачем маған Құдай, мынаяқтан көп құдайларға сыйынып балық ауламайын ба деп, сол сәтте дінін өзгертіп жіберу мүмкін ғой. Дұрыс па? Мына кісінің мықтылығын қарасаңызшы. Құдай бермесе де ештеңені, іштей бейдеп тұр екен ғой, Раббым, сонда да сен ризық берушісің деп айтады дейді. Мен сенен ешқашан не істемеймін, табанында ауытқытпаймын. Сен әлемдердің Раббысың, менің Раббымсың. Раббым сен ғана ризық бересің. Ішіне сондай сенімде тұр екен әлі. Соған Құдай разы болып жатыр екен ғой. Егер ішінде кілтетіп бірдеңе болса, ренжіп қалған, онда жағдай қиын болады еді. Ал енді періштелер айтты, мынаның тозақтағы үйін қараңдар деп айтты. Сөйтсе жаңағы көп Құдайға сыйынатын балығы мол кісінің тозақтағы үйін көрсеткен кезде періштелер қарай алмай қалып кетті ғой. Оттан жасалынған үй. Не көрдіңіздер ма? Айтайын дегенім, өміріңде проблема болды екен деп, Құдайға ренжіп дініңді ауыстырып керек емес бауырлар. Біз онсыз да өзіміз иманын сақтау қиын болған заманда тұрмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд шайқасы, мұны білесіздер ғой. Ухуд шайқасы болған жерге өмірден өтуінен 14 күн бұрын барған. Өмірдің ең соңғы күндерінде Ухуд шайқасындағы сахабаларға барған. Ол жерде қанша сахаба жатыр? 70 сахаба жатыр, машалла. Сол 70 сахабаға барып әңгімелеседі. Сендер, ей сахабаларым, достарым, өте керемет кезеңде кетіп қалдыңдар. Өліп қалған мәйіттермен сөйлесіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сендер өте керемет кезде кетіп қалдыңдар дейді. Мыналар дейді менің қасымда қалып қойғандар. Бұлар өте үлкен бүлікке жолығады дейді. Және бұдан кейінгі келетіндер одан үлкенге жолығады дейді. Одан кейінгі келетіндер олардыкінен үлкеніне жолығады дейді. Одан кейін келетіндер қою қараңғы түннің бүлігіндей бүлікке жолығады дейді. Түн шексіз ғой, дұрыс па? Аспанға қазір шығып қараңыздар, шексіздік аспанда, қап-қараңғы аспан. Сондай нәрсеге жолығады дейді. Және ол бүлік кірмеген отбасы қалмайды деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Заман кеткен сайын бүлік не істей береді деген демек ауырлай береді, күшейе береді деген. Біз қазір бүліктің үстінде тұрмыз. Біздің алдымыздағылар нормальный өмір сүрген негізінде. Оларға атеизм болып сыналған шығар, бірақ ешқайсысы діннен қайтқан жоқ. Керісінше оларды қысқан сайын олар не істеді? Имандарына бекем мықты болды. Ана қария айтты ғой немересіне өліп бара жатқан кезде. Балам, мен әдемі кетіп бара жатырмын деді. Немересі айтты, ата сен жынсың ба, әдемі, аштан өліп бара жатсың сен деді. Аштықтан өліп бара жатсың ата сен деген кезде, әй немерем, балам, менің аштығым мені Құдайға жақындатып жатыр деп айтты. Ертең сенің заманың ауыр болады, тоқ боласыңдар, бірақ Құдайдан алыс боласыңдар деп айтты. Дұрыс па? Тоқтық па қазір Құдайға шүкір? Тоқтық. Бірақ біз аталардыкіндей Құдайға құлшылық қылып жатырмық па? Жоқ. Біз құлшылықтан гөрі басқа іс әрекеттерге, дүнияуи іс әрекеттерге, тіпті күнәларға көп көңіл бөлеміз, біз уақыт бөлеміз. Күнәларға уақыт бөлеміз, білесіздер ма сіздер? Өзіміз кейбір істеп жүрген, ой бұл ештеңе қылмайды деп жүрген нәрсенің кейбіреуі күнә шариғатта. Босқа өтіп жатқан уақыттардың барлығы соған кетеді. Сондықтан міне, олардыкінен де біздікі ауыр болды, біздікінен
бізден кейінгі келетін ұрпақтікі ауыр болады. Олардан кейінгі олардікі ауыр болады. Ақыр соңы бұның Дәджалға апарады. Мәсіх Дәджал келеді, одан кейін не істейді? Иманның сынағының көкесі сол кезде басталды. Бұл фитна дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр фитна деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол енді ол ертең бізден кейін келе ме, осы уақытта келе ме, оны Алла біледі. Бірақ кім болса да сол кезеңде онымен жолығады бәрібір. Сондықтан мынау иманды сақтайтын, мынау ауыр заманда тұрмыз. Бір-біріміздің иманымызды күшейтуге, бір-бірімізді имандылыққа қарай бет бұруға, жұмаға қарай, намазға қарай бара жатырмыз деп, бір-бірімізді асықтыруымыз керек екен. Бір-бірімізді тоса бергенше. Біздің жағдайымыздағы бір ғалым айтқан екен. Бір кісі суға батып жатыр дейді да, бір кісі. Сен мына жақта 100 аласың дейді. 100 аласың, бірақ не? Обалың жоқ, 100 алмайтын болсаң, не бар саған суға түс? Деп тұр дейді да жаңағы. Теңізге түкіріп. Барып не істеу керек ананы? Суырып алып шығу керек еді, құтқару керек еді ғой. Ол батып бара жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Бауырың ғой ол сенің батып бара жатқан. Соны суырып алып шығуды, оны обалың жоқ, неге жүзесің? 100 алмайтын болсаң, кеш өтпейсің ба деп айтады. Бір күнә істеп жүрген бауырыңды көрдің да? Обалың жоқ, солай жүре бер, күнә істеп. Айттым саған, бәрі обалың жоқ, болмайды олай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анау Аддас исламды қабылдағанда, Таифқа барған кезде бір адам бір ай жүрді. Бір ай жүріп, бір адам исламды қабылдағанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қуанған. Біз де ешкімнің дінсіз, имансыз өтіп кетуіне разы болмауымыз керекпіз. Көрдіңіз ба? Мен дейді, бейне бір, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, бейне бір кешке құрым жанып тұрған от бар дейді. Сол оттың жанында шыбын-шіркейге қуып жүрген адам сияқты дейді. Қалай? Ана шыбын-шіркей жарық деп ұшып келіп жатыр. Білесіздер ғой, жазда жарық жанса болды, шыбын-шіркей имерикан жүр. Матахан бірдеңе. Мына отқа жаңағы шыбын-шіркейлер ұшып келіп жатыр, жарық деп ұшып келіп жатыр дейді. Бірақ ол не емес дейді? Жарық емес, ол от дейді да. Оттың үстінен ұшқан кезде оның алауына қанаттары күйіп қалып, олар отқа түсіп кетіп жатыр. Мен сондаймын дейді, әй адамдар, алдарыңда от бар деп айтып жатсам да, жоқ деп, біз де білеміз деп, пайғамбардың бүкіл сөзін теріске шығарып, немесе оны істегісі келмей адамдар барып не істеп кетіп жатыр дейді, отқа түсіп кетіп жатыр. Сондықтан, құрметті бауырлар, біз бір-бірімізді иманға шақыратын мұсылмандардан болуымыз керек. Бір-бірімізге жек көрушілікті, бір-бірімізге деген кекті қою керек болды. Ана жүрегің тазаланбай кетіп қалса, өкінішті көкесі сол болады ертең. Амалдарың пайда бермей қалуы мүмкін, жүрегің дұрыс болмай қалса. Раббымыз Алла Құран кәрімде «Яума ла янфау малун ва ла банун» дейді. Ол күні ешқандай мал дүние, бала шағалар пайда бермейді дейді. Көрдіңіз ба? Ешқандай мал, бала шаға пайда бермейді. Илля мән аталлаха би қалбин салим. Кім тек сау жүрекпен келсе, сол жүрек қана пайда береді дейді. Ане көрдіңіздер ме? Бір-бірімізге деген жаңағы нәрселердің барлығын доғарып, шынайы мұсылманның сипатын мына жаққа кіргізу керек. Болмаса, ит пен құсқа жем болып кетеміз біз, бар ғой. Біреу 80% дейді, біреу 70% дейді, әйтеуір жан жақтан жұлмалайды бәріміз. Ана йемендік бір шайыр кісі, Йеменде кезінде бір атақты шайыр болған, қазір есімнен шығып тұр, оның аты Шырдан келетін бір кісі. Жасы бір 60-ға жақындап қалған екен жаңағы кісінің бар ғой. Сонымен Меккеде Мұхаммед шығыпты, пайғамбар шығыпты, жаңағы адамзатты игілікке бастайды екен, аманатқа қиянат жасамайды екен, ондай екен, бұндай екен, көп қой сипаттар мұсылманның. Соның барлығын естігеннен кейін шаршаған ғой анау. Адам шаршайды ғой, күнәдан, білесіздер ме? Адам күнәдан шаршайды. Сөйтеді де оны өзін жұбатқысы келіп, түрлі кайфушалардан іздеп кетеді. Біреу анаша шегіп кетеді, біреу араққа салып кетеді, біреу басқа бірдеңенің құзырында кетеді. Көп. Сөйтеді де соңында одан да өз-өзін таба алмай, ақыр соңында не істейді? Өз-өзіне қол жұмсауға барады. Мінекей, сорақылықтың ең шегі осы. Бірақ ол жүрек негізінде Құдайға деген жақындау мен Құдайды еске алумен тынышталатын еді ғой ол жүрек.
Енді қараңыз, сол ана күнәлардан шаршаған, өмірдің біраз нәрсесін көрген, Меккеге қарай тасташы дейді ғой, бәрін тасташы болды. Ештеңе қызық қалмады өмірде, Меккеге қарай кетем дейді. Сөйтіп Меккеге жетеді. Меккеге жеткен кезде бұл атақты кісі ғой. Оны Меккенің мүшриктері күтіп алады алдынан. Сөйтіп күтіп алады да, жайша жүрсің бай пәленше деген кезде, сендердің қалаларыңнан пайғамбар шықты ғой дейді. Шаршап кеттім дейді күнәдан. Сол пайғамбарға мен иман келтіруге келіп жатырмын дейді. Жас деген үлкейді десе, жаңағы меккелік мүшриктер айтады дейді ғой, ойбай-ау, бекер келдің ау. Оның дінінде қыздарға баруға болмайды деп айтады дейді. Көрдің бе, анау творчествоның адамы ғой, біліп тұр ғой ең әлсіз жерлерін ше. Оның дінінде неге болмайды дейді? Қызға баруға болмайды деп айтады дейді. Ойнастық жасауға болмайды деп айтады. Ондайдан мен шаршағанмын деп айтады жаңа кісі. Аралап талай елдің дәмін таттым деп айтқан екен да. Ондайдан шаршадым онсыз да. Болды. Деген кезде екінші вариантты айтты деді. Бұл өтпей қалды, екіншісін айтамыз деп. Олар до конца тұрады ғой. Адамның шайтаны сондай болады ғой. Ана жындыкі жақсы адам. Аллаху акбар десең кетіп қалып көрді. Мынаған бисмилля Аллаху акбар десең не деп айтсың, не деп айтыр. Отыра береді қасында. Сосын жаңа не деп айтты дейді? Оның дінінде арақ ішуге болмайды деп айтты дейді. Ох, деп айтты дейді. Мынау ең қиындау болды ғой деп айтады дейді. Біз ішпесек шабыт келмейді ғой дейді. Арқа қозбайды дейді. Шығару керек іштеген. Олай болатын болса мен дайындалып келем бе екен, не істейді екен деп. Дайындалып келейін деп айтты дейді онда. Кейін келерін арақты неғыла алмаймын деп айтады дейді жаңағы. Сөйтті де кетті дейді ғой Йеменге. 6 ай өткен жоқ, Йеменде мүшрик болып өліп қалды дейді жаңағы. Көрдіңіздер ме? Біздің қазіргі күндегі кейбір жағдай осындай ғой. Мен дайын емеспін әлі. Дайындалып ойбай, сендерде анау болмайды, мынау болмайды, мынау болмайды. Болмайтындарды қоя берші, болатындар бар ғой тағы. Болатындар да бар ғой бізде. Біраз нәрсе болады ғой негізінде. Болмайды деп жатқан нәрселер, болмайды деп жатқан нәрселер. Ол маған емес, саған да болмайды ол. Егер саған болмау керек болатын болса, онда сенің жынысың басқа болу керек. Хайуан ба бірдеңе болу керексің сен. Болмайды деген нәрсе, Құдай болмайды деген нәрсе. Ол адам жынысының ешқайсысына болмайды. Көрдіңіз бе? Бүйтіп бізді өздерінен айыру бұл вообще болмайды ол. Онда екеуміздің біріміз хайуан болуымыз керекпіз. Міне осындай қиын заманда тұрмыз. Бір-бірімізді осылай жақсылыққа шақырудың орнына кейбір адамдар бізді осылай жамандықтан тосып, тәубе қыла алмай, үлгіре алмай кетіп қалып жатқандар былай. Мынадан не? Тәубе қылып үлгіре алмай кетіп жатқандар былай, шаш етектен толып жатыр. Түсіріп алдың ғой фотоға? Сондықтан, құрметті бауырлар, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі отбасы жайында дейді ғой. Отбасы жайында. Енді бұны қойып жатқан себебі де бар. Бәріңіз білесіздер, жаңа айттым ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүлік бүкіл семьяға кіреді деді ғой. Кірді қазір. Қазір кірді. Ажырасудан 16-шы орынға шықтық әлемде. Айтып отыр ғой. Жетімдерден пәленбайыншы орынға, қарттар үйінен пәленбайыншы орынға шықтық. Бір-бірімізді құттықтайтын нәрсе ме осы мысалға? Сорлық қой бұл, сорақылық қой барып тұр. Көрдіңіз ба? Әркім өзінің жауапкершілігінен қашып жатыр ғой. Әркім өзінің жауапкершілігінен қашып жатыр. Солай құтылып кетем деп ойлайсың ба? Бала-шағаны жылатып, әйелін жылатып тастап кетіп. Жоқ, ешкім құтылмай. Алла Құран кәрімде «Қу анфусакум ва ахликум нара» деген аят бар. Ей, мұсылмандар, өздеріңді, және отбасыларыңды отыны адамдар менен тастардан болатын тозақтан сақтаңдар деген аят бар. Өзіңді бірінші, және отбасыңды. Көрдіңіз бе? Демек, отбасы бұл біздің шағын мемлекет. Өзі отан, мемлекет отбасынан адамдардан құралады. Кішкентай өмірде жаңа бір келіспеушілік болған кезде бір-бірімен аяқ сындырлаған кезде
Болды, ажырасам деп шыға келетін болды қазір. Дайын, баратын жер дайын, білмеймін. Мынаныкы де дайын, мынаныкы де дайын. Міне, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады. Күйеуіне ренжіп, талақ сұрай беретін әйел дейді, жәннаттың иісін мұрнына сезбейді. Көрдіңіз бе? Ұрыста болды, ажырасам дей беретін әйелдер жәннаттың мұрны иісіне бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Дәл сол сияқты күйеулерінің бүкіл жасаған жақсылықтарын жоққа шығаратын әйелдер де жәннаттың иісі мұрнына бармайды оларға деп айтады. Ана бір күшті, өмірде күшті бақытты кезеңдер болады, одан кейін бір кішкентай қиыншылық болып қалады ғой. Сол кезде не деп айтады? Сенен ешқандай нәрсе көрген жоқпын мен жақсылық. Қандай жақсылық өтті маған деп айтатын әйелдер жәннаттың иісі мұрнына бармайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл қуанатын нәрсе емес. Өзі таяқтың екі ұшы болады. Ерден де кетеді қате, кейде әйелден де кетеді қате. Бірақ біліңіздер, ол отбасы Құдайдың шариғатына байланса, ондай әрекет болмайды. Қалай байланса? Қалай Ажар анамыз істегенде істесе? Ажар анамызды Ибраһим пайғамбар тастап бара жатты ғой, дұрыс па? Ел жоқ, су жоқ жерге тастап кетіп бара жатқан кезде Ибраһим пайғамбарға: "Ай Ибраһим, қақа тастап бара жатсың бізді?" деген кезде Ибраһим алейхиссалам үндемейді, қарамайды да артына бұрылып кетіп бара жатыр. Баласы бар ғой, өткен ана Ажардың емізулі баласы бар Ибраһим. Қараса әкеліп махаббат оянып кетейін деп тұр. Қарамай кетіп бара жатыр. "Ей Ибраһим, қақа!" айқайлап жатыр Ажар анамыз. "Ей Ибраһим, сен жынсың ба? Бізді айдалада, ел жоқ, су жоқ жерде тастап, сен осы нең кетіп қалған жоқ па бір шариғың? Не қылған адамсың, тым болмаса артына қарайсың" деп айтпаған Ажар анамыз, көрдіңіз бе? Соңына дейін "Ей Ибраһим" деп айтты. "Құдайдың бұйрығы ма?" деп қолын бүйтіп былғады ғой. "Құдайдың бұйрығы" деп. Сонда ана Ажар анамыз не дейді? "Құдайдың бұйрығы" деп айдалаға тастап бара жатқан бұл не қылған отағасы деп айтпаған жаңа Ажар анамыз. Көрдіңіз бе? Құдай бұйырса бізді аштан қалдырмайды деп айтқан екен. Не істеді Алла тағала? Ажар анамыздың Сафа менен Маруада жүрген әрекетін баласына сол іздеп қажылықтың рәсімі қылып бекітіп қойды. Ана қараңыздар. Сөйтті де аят түсірді. "Инна Сафа вал Маруата мин ша'аирилlah." Сафа да Маруа да Құдайдың ұлылығының бар екендігінің бірден бір ғана белгісі деп. Көрдіңіздер ма? Ана Ажар анамыздың осындай әрекеті не себепті қалды десе, бүкіл ғалымдар айтады. Күйеуіне бағынғандығы себепті дейді. Шариғатты білгендігі себепті дейді. Күйеуше десе, неге бұл әйелдің ондай болып қалуына себеп жоқ? Күйеу өйткені Құдайға бағынғандығы себеп осы нәрсеге апарды. Құдай тағалаға: "Раббым, менің әйелім бала шағам ғой, қалай тастап кетемін? Ештеңе жоқ қой мына жерде" деп өйтіп айтпаған Ибраһим пайғамбар. Көрдіңіз ба? Құдайдың бұйрығы деді, соған иман келтірді, кетті. Бұл да Құдайдың бұйрығы, күйеуімнің бұйрығы деп қалды. Алла тағала оларға семьясына, Ибраһим пайғамбардың семьясына бүкіл қажылықтардың рәсімдерін нәсіп қылды ғой. Сафа бар, Маруа бар, құрбандық бар, Ибраһимнің мақамы бар, Қағбаны салу бар. Осының барлығын кімге нәсіп етті? Ибраһимнің отбасына нәсіп етті Алла тағала. Міне, отбасы шаңырақ, әркім өзінің міндетін білсе, онда шаңырақ не істелінбейді? Шайқалмайды. Шаңырақты шайқап атқан нәрсе әркім өз вазифасын, өз міндетін білмейді. Көрдіңіз ба? Әрқайсысы бір басшысы болып, басшылыққа таласып болып жатыр, үйде бар ғой. Үйде басшылыққа таласып болып жатыр. Жеңшем де басшы болам деп жатыр, ағам да басшы болам деп жатыр. Сонымен екі басшы қошқардың мүйізі сыймайды бір қазанға. Кім еді негізі басшы үйде? Еркек емес пе? Ар-риджалу қаввамуна аля ниса. Алла тағала еркектерді әйелдердің үстіне қандай қылып? Үстем етіп жаратты ғой. Көрдіңіз ба? Қазақ айтты ғой, әйел бастаған көш оңбайды деді ғой. Пайғамбар айтты ғой саллаллаху алейхи ва саллям, Құдайдан кейін біреуге сәжде қылу керек болатын болса, онда әйелі еріне сәжде қылатын еді дейді. Ал қара. Сәжде ең ұлық ғибадат, бұл сәжде. Бірақ адамға адам сәжде қылынбайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Мінекей, осындай әркім өзінің міндетін білмегеннен кейін
кеше бір семья айтып жатыр дейді ғой, неге ажырастың десе, маған күйеуім Инстаграмдағы блогер қыздардың өмірін сыйлай алмай жатыр деп айтады дейді. Ойпырмай ақ. Сонда жұрт солай өмір сүр деген деп, солай өмір сүру керек деп саған жазылған ба не? Кім айтты оны? Ол саған бүкіл қайғысын көрсете ме? Инстаграмдағы біреу қайғысын көрсете ме? Тек шат-шадыман көңілін ха-ха деп жүрген көрсетеді ғой болды ғой. Оның ішінде не болып жатқанын білмейсің ғой сен. Сосын сен оның өмірі күн сайын ха-ха деп ойлайсың да, соған сондай болам деп, қой ондайды. Өтірік ол деген. Инстаграмдағы өмірді сыйлай алмады маған күйеуім деп айтады. Сол үшін ажырастық дейді, ал. Не деген әңгіме ол? Осындай әңгіме бола ма? Алла сақтасын. Адамдардың барлығы ондай болып өмір сүруге жаралмаған. Біреудің тағдыры кедей болуға жаралған. Біреудікі бай болуға. Біреудікі көп қайғымен, біреудікі көп қуанышпен болуға жаралған. Барлығы бірдей, сол жердегідей бақытты. Ондай болмайды, ондай. Мүмкін де емес ондай нәрсе. Сондықтан Инстаграмдағы өмірді талап ету деген болмайды шариғат. Күйеуіңнің саған әкелгеніне разы болатын әйел, міне сол жәннати әйел дейді. Өзіне бөлінгенге разы болған әйел бұл жәннати әйел дейді. Көрдіңіз ба? Бірақ енді жәннатпен де қызықтырып қазір. Жәннат айтып жатсаң да не қылмайды ғой. Ну и что дейді. Жәннатты уақытында көреміз дейді. Уақытын. Білмеймін енді, Құдай сақтасын. Осындай бүліктердің заманында өмір сүріп жатырмыз ғой енді. Наоборот, қуанудың орнына енесіне қызмет жасап, анашым саған рахмет, осындай маған жұмағымды өміріңе әкеп келгеніңе деп. Менің жұмағым ғой, менің жарым деген. Басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, жұмақты басқа жақтан іздеп жүрсің ғой, әйел кісі, мысалға да. Сенің жұмағың күйеуің ғой, пайғамбар айтты ғой, саллаллаху алейхи вассалам. Күйеуің наразы болып өттің ба, өмір бақи ораза ұстап өт, өмір бақи тахажжуд оқы, күйеуің наразы болса, жағдай қиын болады бәрі. Ер кісілер ше, сен де өмір бақи намаз оқы, құлшылық қыл, әке шешең разы болмаса, бестеген оның барлығы. Көрдіңіз ба? Әрқайсының разылығын бір-біріне байлаған Алла тағала шебер ғой. Бір кісі айтады дейді ғой, әйелің ренжіткен кезде былай деп айт дейді жаңағы. Өзім таңдап алдым, үш рет айт дейді сөйтіп ше. Сосын артынша тағы да үш рет айт дейді, обалың жоқ, обалың жоқ, обалың жоқ. Екеуін қосып айтсаң шамалы басыласың деп айтады. Енді ашудан кетіп жатыр ғой барлығы. Әйелге айтыпты, күйеуің ашуландырса, өзім таңдап алдым, өзіме сол керек деп айт дейді. Ешкіммен зорлаған жоқ, ешкіммен қинаған жоқ, өзім тидім деп айтты. Сол кезде басылып қаласың да кішкентай. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні Айша анамыз екеуі айқай шу болып жатқан ғой. Айша анамыз бар ғой, пайғамбарымызға дауыс көтеріп айқайлап жатқан. Әйелі ғой ол сондай ғой. Көрдіңіз ба? Пайғамбар сондай сөз естуге лайық па? Алланың ең сүйікті жаратылысы лайық па? Лайық емес қой. Бірақ ана әйел кісі ашуланған кезде жаңадан бір нелер ашылады, клапандар нелер. Танымай қаласың кәдімгі. Мына точно менің әйелім бет деп. Кәдімгідей шығармашылық кешін ұйымдастыратындар бар өзінің. Үлкен театралды сахнада драма, оның арты трагедия қылады. Айқай шу, Абу Бәкір радиаллаху өтіп бара жатса, Айша анамыздың дауысы шығып жатыр, айқай шу. Ол кездегі үйлер жаңағыдай ғой. Төбесі құрмат алының несімен, шөпімен жабыстырылған жаңағы. Есік терезесі ашық деген сияқты. Сонымен дереу жүгіріп кетті, есікті қатты қағады ғой. Барады да Айша анамыз ашады есікті. Сөйтеді жайлап пайғамбар қасына барып тұрып жатыр дейді Айша анамыз. Неге сен Алланың елшісіне даусыңды көтересің деп? Абу Бәкір айқайлаған ғой. Кімсің сен? Кімсің Алла елшісіне даусың көтеретін? Мен сені Алла елшісіне дауыс көтеретін қызды тәрбиеледім бе әлде? Деп Абу Бәкір айқайлап жатыр дейді Айша анамызға. Сөйтті де Абу Бәкір пайғамбарға Абу Бәкір не то что тікен хан тигізбейтін кісі болған. Кім болсаң ол бол.
Абу Бәкір пайғамбар үшін бірнеше мәрте жанын тіккен пидаға. Қызым болсаң, қызым болып кет деп жатыр. Пайғамбарға сөз. Ана ашуланып кетіп, Айша анамызды ұрайын деп жүгіреді ғой, тәпішкесін шешіп. Сонда Айша анамыз қақа барып тығылды дейді. Бас қақаға барасың. Пайғамбарымыз қарда барып тығылды, өйткені пайғамбарға қол көтере алмайды ғой, тәпішкесін қасына барыңыз деп құтышы жүгіреді. Пайғамбар самды алды алмаған дейді Айша анамыз. Қорған қыл. Сонда Абу Бәкір енді пайғамбардың артына тығылғаннан кейін былай жүгірді, болмады ғой. Кетті, шығып кетті ашуланып. Айқай шуып жатқан Айша анамыз ғой енді жаңағы. Артынан тығылып шыққан кезде пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи вассалам. Көрдің бе деп айтты. Мен болмағанда таяқ жеп қалар едім деп айтты. Бәрібір мен саған керекпін, мың жерден айқайлай бер деп айтты. Көрдіңіз бе? Сондықтан сенің сол бір төсекте жатып жүрген адамың бәрібір саған керек сол. Бір-біріңе лайықсың негізі. Біреуің иманын күшейтуге берген Құдай. Көрдіңіз бе? Бір сымбатты сұлу әйел. Енді ана әйел қараса көз тамсанады екен да адамның ше. Болмайтын бүжірбет біреуге күйеуге шықты да жаңағы. Енді ешкімді түр сипатын неғып алмаймыз ғой, енді сөйтіп сипаттап жатыр да, мен емес солай айтқан оқиғада. Бұл жаңа түрі деген енді келіспей қалған сондай. Соны айтты дейді ғой, екеуіңді бүйтіп қараса дейді да, мынаның түріне қарасаң бір кредит бергің келеді деген сияқты ғой. Бір әжептәуір қызсың дейді да. Өзің сияқты бір әжептәуір жігіт таппадың ба десе, жаңағы әйелдің даналығын қарасайшы, субханалла. Менің Құдаймен байланысым дұрыс болмаса дейді. Оныкі менікінен күшті болса дейді. Мені оған жүрегімді бағындырып берсе, Раббыма не айтайын деп айтады дейді. Күшті ма? Кәдімгі жуаныш сыйлап жатырмын ба сіздерге? Соқсап, ана Шейх Махмуд Эфенди деген ғалымға да келген ғой, бір жамағаты. Еңкілдеп жылап дұға қылып отыр дейді да. Мешітте ше, қайта-қайта намазға келеді, шайып дұға қылады, шулайып дұға қылады, кетеді. Сонымен жамағат қой бәрібір. Бұл имам кісі барады да сұрайды ғой, аманшылыққа не болды саған қайта-қайта бүгіндікке? Десе жаңағы жамағат айтады дейді ғой, ұстаз келініңіз ғой деп айтады дейді. Сонда жаңа имам айтады дейді, машалла келінге Алла разы болсын деп айтады дейді. Егер келін сондай болмағанда сен мешітке келмейтін деп айтады дейді. Басқа жаққа баратын деп айтады. Анау келіп жалынады екен де, Құдай әйелім жүрегіне хидаят берші, Алла деп. Көрдіңіз бе? Ол әйел ананы Құдайға жақындатып жатыр екен. Деген сияқты ғой енді, ешкім не болмайды ғой, бірақ енді дегенмен де өмір болғаннан кейін кейде свет те теңселіп тұрады деген сияқты ғой. Басымызға түсіп кетпесінші мынау жігіттер. Аман есен қайтайықшы, Құдай әлі баратын жерлер бар. Енді әйелді жерге ұрап өрге де болмайды. Айтып отырмын ғой, таяқтың екі ұшы бар. Кейбір еркектерден де кетеді енді. Қалай кетеді? Жұмыста бір күшті анау ше. Ой, осы ойлап қаласың көркем мінезді екен деп. Ассалаумағалейкум деп жүрген кезде машалла деп ырза болып қаласың да, үйіне барсаң қабағын ашпайды дейді анау айтады. Бір жеңшелердің жан айқайы ғой енді, мен айтайын соны. Сен елдің арасында айтсайшы деп, оларды айтады ғой енді, екі жақпен де айтайыншы болсын. Ешкім ренжімесін, елу-делу болып қайтайық. Сөйтіп айтады да, сонда негізінде үйге келіп көркем мінезділік таныту лайықтырақ емес па деп жатыр да, менен сұрап жатыр ғой. Қалай ойлайсыздар сіздер? Үйге келіп көркем мінез көрсету лайықтырақ па, әлде сырттағыларға деген. Бұл пайғамбардың сипаты сондай ма еді? Сыртта сахабалардың егелбе Айша, қойшы, шай қойшы давай. Қарны ашып келеді. Деген бе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жоқ. Бұл үлкен сүннетке қайшы болады. Бұл пайғамбардың үлкен сүннетіне қайшы болады бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінде қандай көркем мінезді, сыртта да сондай. Сыртта адамдармен мәмілесі қандай, үйде одан екі есе болатын еді дейді.
сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары деді. Бізде жаңа соқыр тақуалар бар. Күндіз жұмыста жүріп, кешкісін үйге келеді, қират. Бәрін жерінен бәрін қиратып келеді. Келеді де жаңа Құран оқиды отырып алып. Зікір толтырып жатырмын. Жапша есікке. Зікір толтырып жатырмын. Құран оқып жатырмын. Рамадан Аль-Бути деген ғалым айтады, бір тиын дейді ондай зікіріңде, Құраныңда дейді. Сенің дейді, кешке дейін күткен семьяңдағы бала шағаң менен әйелің дейді. Сенің жан жылуыңа мұқтаж болуы, оларға сенің жақсылығыңды беруің, көркем мінезіңді беруің дейді. Сенің Құран оқып, зікір толтырғаннан 1000 есе қайырлы деп айтқан. Кешке дейін сені күтіп отырып еткен ол дейді. Сондықтан бір бала тірейді екен, бір ұстаз естіп қалған, тірейді екен, Раббым деп айтады екен, мешітке келіп. Менің әкеме, Раббым менің әкеме дейді, клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізбен солай мәміле жасауды нәсіп етші деп айтады дейді. Ана қара. Клиенттерге саудаңды өткізу үшін, асты үстіне түсіресің ғой, майламай не қыласың мысалға да? Жоқ, кейбір нәрселерді майламай сатуға да болады деймін да. Сондай мәмілені жасап келесің де, үйіңе келіп қабағың қатыл болып келесің дейді. Бұл үлкен мұсылманның қателігі. Жаңа баланың дұға қылып жатқан сол екен. Әкешім, Раббым, әкешіме клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізге солай мәміле жасауды нәсіп етші дейді. Көрдіңіз ба? Балаң сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, әйелің сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, бірақ іштей олар нені күтеді? Бәрібір жылулықты күтеді. Сенің кешкісін келіп семьяңа беретін жылулығың, бұл отбасын шайқалудан ең ұстайтын үлкен бір не? Үлкен бір биік тұғыр осы. Себеп осы. Өйткені бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен сүннеті. Бірақ енді әйел де соған сай болу керек қой енді. Кейде қатты жұмсақ болып кетсең де кейде. Айтты, мен айтқан жоқпын. Басына шығады деп айтты. Әр нәрсе өзінің шекарасынан шықпау керек. Әйел де өзін жаңа айтқандай орнын білу керек та. Еркек те сол сияқты өзінің жылулығын беру керек. Сенен көрмеген жылулықты ол ертең сыртта басқа бірден іздену керек бала шаға. Мінекей мына жерде әкелер отыр, жоғарыда аналар отыр. Барлықтарының құлағына алтын сырғы. Барлығымыз семьялымыз, ертең семьялы болатындардың да құлағына алтын сырға. Сіздерге де алтын сырға айтамын да, семьялы бойдақтарға. Құлақ дайындап отырыңыздар, тесіп не қылып. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әйелі Хадиша анамыз қандай керемет, дұрыс па? Хадиша анамыз тірі күнде жәннатпен сүйіншіленген әйел кісі. Себебі не? Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әрқашан жәрдемшісі болған. Ең ұлы тұлға пайғамбарымыздың бұл Хадиша анамыз болған. Меккеге барғандар білет, умраға барғандар білет. 37 жасынан бастап пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Нұр тауының төбесіне шығып кететін болған. 37 жасынан бастап. 2,5 жыл шыққан. Нұр тауы Меккеден 7 километр дейді. Қазір 9 километрден жолмен бетпейіп барсаң. Соның төбесінде Хира үңгірінде отыратын болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Неше жыл? 2,5 жыл. Қашан пайғамбарлық міндет жүктелгенге дейін. Сол кезде Хадиша анамыз күніне 2 мәрте пайғамбарға тамақ таситын болған. Қараңыздар. Күніне не то что 2 мәрте, бір рет умраға барғанда 10 күнде 2 рет шықпайды ешкім. Бір рет шығасың, или шықпағып жақ жолдан қайтасың. 650 метр биіктікте орналасқан. Көрдіңіз ба? Сонда Хадиша анамыз бар ғой. Мұхаммед 2,5 жыл болды ғой, ерікпей отыршы үйде. Адамға қайта күн ыстықта тамақтасып, Меккенің ыстығын білесіздер ме қандай екен? 55 градусқа дейін барады. Бір құтырасың да отырасың, таудың басына шығып алып, үйге келіп жешеш тамағыңды деп бірде-бір айтпаған Хадиша анамыз.
Күйеуім аш қалып қоймасын деп қайта не істейтін болған, тамақтасып тұратын. Бала шағасы оны апарып бер десе болады ғой. Жоқ, өзім апарамын дейді. Көрдіңіз ба? Мені өзім ақ бір рет мінгенмін ғой, мысалы жаңа тауға бар ғой. Екінші рет шығуға не болмай қалды. Молда ақша төлесе де ойланам, онда да шығам ба шықпайым ба. Мысалға да бір ағамыз шығып бара жатқан ғой. Қажыларды енді біз көбінесе сол қажыларды апарамыз ғой. Бір ағам бар Шымкентте. Сол шығып бара жатқан кезде шаршаған ғой, действительно шаршайсың. Лисица деген тік былайынан. Нұр тауының ерекшелігі былай тік орналасқан да аспанға. Сол шығып бара жатқан кезде жарты жолдан шаршаған ғой. Қажекелер сен де барып қайта беріңдер, шамал қалды. Мен осы жерде күтем, біттім деген ғой уже. Соның қажекелер кеткен, жоғарыға қарай. Бір түрік ағайлар келеді, кардаш деп. Не істеп отырсың? Қазақстан деген ғой. Не шықпайсың десе, аяқ деп айтады, шаршап қалды. Сонда жаңа түрік ағайындар айтты дейді ғой. Пайғамбарға деген махаббатың осы жерге дейін жетті ма деп айтты дейді. Ойбай дейді, ана сөзді естігеннен бар ғой, сол жерден аунап домалап кеткім келді дейді жерге. Өлсейші ананы естігенше, өлсейші деп айттым дейді. Пырр етіп шықтым дейді, пырр етіп түстім дейді ғой. Сол темппен дейді, Сауыр тауына кетіп қалдым, 700 метр биіктік дейді. Абу Бәкір мен пайғамбарымыздың тығылған тауы, мөлшеректерін. 700 метрге шықтым, жаяу пырр етіп қайтадан түстім дейді. Бір күнде 2 тауға шығып кеткен жабырадан. Қараңыз, сол Хадиша анамыз бір күнде сол тауға 2 рет шығатын болған. Ләм мим жоқ қой. Сол таудан жүгіріп келіп 2,5 жылдан кейін ойбай пайғамбар келген кезде мені орап таста деп үйге қарай жүгіріп келді ғой. Сонда Хадиша анамыз не деді? Мұхаммед, сен жынды болып қалған шығарсың деді ғой. 2,5 жыл таудың басында отырасың. Аяқ астынан жүгіріп келесің, ора деп. Сен миың ауышып қалған ба? Таудың басынан тұр, аш, тұр! Жынды ма? Не істеп жатырсың ғой? Деп Хадиша анамыз айтпаған дейді да. Орап таста десе жүгіріп барып орап тастаған дейді. Міне көрдіңіз ба? Лайық па жәннатқа? Әбден лайық. Деп айтып жатсаң, кеше бір апа айтады, қажы апа ғой. Нұрсұлтан, сен мені жаман ұялттың ғой дейді да. Мен күйеуіме индрайвермен беріп жүредім дейді, таксимен, тамақты. Күйеу охранада істейді екен да. Енді өзім жаяу апарам дейді да. Күйеуімді аяп кеттім ғой жаман дейді. Я тоже хочу жәннат деп қояды ғой. Мінекей, Құдай тағала бекерден бекер жасырған жоқ. Әйелдің разылығы, күйеуінің разылығы да ғой, әйелдің разылығы, жәннаты күйеуінің разылығында. Бір жігіт телефонына, жолдас балдар, не өтірі бар ғой, приколчиктері бар, Құдай сақтасын. Жәннатым деп звондап атқан ғой телефонда, жәннатым деп тұр дейді да. Соның қасындағы әйелің звондап атыр, көтерсейші деп айтады дейді. Телефонда жәннатым деп жазылып тұрған ғой. Әйелің звондап атыр, көтерсейші деп айтады дейді жолдас баласы. Сонда кімнің жәннаты болды сонда? Ол анасын сөйтіп жазып қойған ғой негізі. Біздің разылығымыз ата-анада ғой. Анау жәннатым деген әйел деп ойлап қойған ғой. Әйелдің разылығында жәннат бар деп. Көрдіңіздер ме? Олай емес, наоборот былай. Күйеудің разылығында әйелдікі. Осыны ұмытып қалмау, әркім өзінің өмірдегі міндетін ұмытпау керек. Көрдіңіздер ме? Сонда шаңырақ не болады? Шаңырақ шайқалмайды, берекетті болады. Ана Инстаграмдағы өмірдің артынан қуып лайлаған адамдар болмайды ондай нәрсе. Осының барлығы үлкен бүлік, сынақ. Бұл иманның сынағы. Өзіңе берілген тағдырыңа, өзіңе берілген күйеуіңе разы болуың керексің. Сол кезде барлығы не болады? Гүл болады. Күйеуімен ренжісіп қалса, орамалын шешіп тастап намаз оқымайтын әйелдер бар дейді. Қабыл болсын күйеуіңе арнап оқыған намаздарының барлығы. Кімге істеп келдің осы уақытқа дейін құлшылықты? Күйеуіңе істеп келдің бе сонда? Қаяққа құлшылық жасайтын ұмытып қалғансың ғой сонда сен? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп жатқан күні Омар радиаллаху анху айтты. Кім пайғамбарды өлді деп айтады. 'Өзін өлтіремін' деп, шауып тастаймын деп. Қылышын шығарып алған Омар. 'Өзін өлтіремін' деп, шауып тастаймын деп. Кім пайғамбарды өлді деп айтады. 'Өзін өлтіремін' деп, шауып тастаймын деп. Кім пайғамбарды өлді деп айтады. 'Өзін өлтіремін' деп, шауып тастаймын деп. Қылышын шығарып алған Омар.
Қолында қылышы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұса пайғамбар сияқты Раббысымен тілдесуге 40 күннен кейін қайтадан тірелді. Кім өлді? Айтшы, кім өлді деп айтады. Шауып тастайды. Өзі 2 рет өмірде қылышын шығарған дейді. Біреу Меккеде, біреу Мәдинада дейді. Меккеде қылышын шығарып, исламды қабылдаған, Мәдинада қылышын шығарған себебі пайғамбарды өлтірем дегенде өлтірем дейді. Сөйтіп, барлығын жайпап атқан кезде Абу Бәкір шықты пайғамбарымыздың бөлмесіне саллаллаху алейхи ва саллям. Әй Омар! Болды, қоя қой деп айтты. Болды, қоя. Ашуыңды бас. Өзі Омар бірақ адамға тоқтайды, сол Абу Бәкір ғана тоқтайды. Өйткені оған жете алмаған ешқашан. Әй Омар, тоқтат, болды. Уа жамағат, кімде-кім Мұхаммедке сыйынған болса, Мұхаммед бүгін өлді дейді. Міне мен шығып келетін қа бөлмесі. Алла елшісі өлді дейді. Кімде-кім Аллаға сыйынған болса, онда Алла мән бөлмейтін тірі. Көрдіңіз ба? Кімде-кім күйеуі үшін құлшылық қылған болса, күйеуің саған жабысып қалған жоқ, ол өмірден өтуі мүмкін, ереже ренжісіп қалуы мүмкін. Сонда құлшылығын тастап қоясың ба не? Немесе әйеліңе ренжіп, тастап қоясың ба құлшылығын? Жоқ. Кім Аллаға сыйынған болса, Алла мән бөлмейтін тірі. Сенен есеп қисап алатын Раббың Алла, адам емес. Осыны естен шығармау керек. Мен болып жатқан нәрсені айтып жатырмын. Қоғамда осындай нәрсе болып жатыр. Енді мен басында болып жатқан жоқ деп отқан шығар біреулер, бірақ айналада болып жатыр, әркімнің өмірі әртүрлі. Сондықтан сау кезіңде, дұрыс кезіңде жүрегіңді бір тексеріп қой, кімге құлшылық қылып жүргеніңді біліп ал. Шынымен мен Құдайға құлшылық қылып жүрмін бе, әлде біреуге разылық үшін құлшылық қылып жүрмін бе адамдар? Қателеспеу керек. Міне адам жаңағы айтып жатырмын ғой, өмір әртүрлі, біреуге сынақ болып, біреуге бақ болып, біреу бір-біріне бұйырар. Тарихта Румайса деген әйел кісі болған. Румайса радиаллаху анха ансарлық әйел. Бұл кісі тарихтағы жалғыз әйел, ислам дінін мәһірлікке ұсынған әйел. Біліп алыңыздар. Румайса деген кісі күйеуі қайтыс болды. Анас ибн Малик деген сахабаның анасы. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін бұндай парасатты әйелден әркімнің дәмесі бар ғой енді. Анау келіп, мынау келіп қолын сұрауға. Соның ішінде ең бірінші Абу Талха деген кісі келіп қолын сұрайды жаңа әйелден. Бірақ бұл Абу Талха мүшрик болады. Құдайға сенбейді. Үйінде бағана балықшы ұқсап Талха құдайы бар. Біреу тастан, біреу ағаштан, біреу құрмадан, біреу бірдеңеден. Осындай түр-түрі бар құдайдың. Сол келеді айтады. А Румайса исламды қабылдап қойған. Пайғамбарымыз келмей тұрып Мәдинаға. Жаңағы кісі келіп, Румайса солай да солай, Құдай бізді жұп көп жаратты, ер қылды, әйел қылды. Сондықтан қолын сұрап кеп тұрмын деп айтады ғой. Сонда Румайса айтады. Сен мүшриксің, яғни сен Құдайға Алланы жалғыз демейсің, а мен мұсылман әйелмін. Екеуміздің некеміз болмайды деп бір-біріне. Енді мен не істеуім керек дейді. Мұсылман бол дейді. Ана ойлап қалады жаңағы. Сразу үйінде Құдайлар есіне түседі. Еще қымбат ақшаға сатып алған ғой Құдайдың бәрін. Оңай дейсің ба тастау? Сен тошын сол дінге неғып тұрсың ба? Алтын күміске неғып тұрған жоқсың ба? Менде есішті алтын күміс көп дейді. Дінді жалау қылып отқан жоқсың ба сен десе? Жоқ, мен шын айтып отырмын дейді. Мен де сенің мықты еркек екенін білем. Құралайды көзге атқан ақын, батыр еркек екенін білем. Бірақ дейді, сенің дінің Құдайға серік қосатын дін дейді. Мұсылман болсаң болды дейді. Сонда ана ойланып отырады да, ойбай, қазір шығып кетсем басқа біреу келіп не қылып кетем екен дейді да, құрсын айырып қаларын, Құдайларын қош бол дейді да, давай қалай не қылады дейді да, мұсылман болады. Болды. Ғұсыл алып кел дейді, ғұсыл алып келеді анау. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах. Мұсылман болады. Міне менің мәһірім осы дейді болды. Көрдіңіздер ме? Тарихта сондай мәһір жасаған ең ұлы әйел осы әйел. Сол мәһірімен және мына әрекетімен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, мен Румайсаның аяғының дауысын жәннатта естідім деп айтқан. Тәпішкесінің дауысын. Ол әлі өмір сүріп жатыр, бірақ алдын ала естіген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қалай десек, бұл кісі Абу Талхамен үйленгеннен кейін бір балалары болады бұлардың.
Жаңа балалары сондай тәтті екен да, енді болады ғой балалардың ішінде де бір тәттісі болады, ащысы бола ма не? Я деп қойды, ешқайсысы ащы емес қой енді. Біреуге ащы болып көрінуі мүмкін, өзіңе тәтті ғой бәрі. Қарға баласын аппағым дейді. Балаңдікі не прап болса да прап қылуға тырысасың. Мұғалімдікі не прап деп қойды. Сонымен балалар тәтті, енді бүйтіп неғып келе жатқан. Оның арасында пайғамбарымыз да бар, еркелетіп кетеді екен. Өйткені бір кішкентай құсы болған екен да, сол құсы өліп қалған ғой анау. Сол құсы өліп қалған, анау кәдімгідей жерлеп, құсты ше, кішкентай бала ғой, жылап соған ше кәдімгідей. Пайғамбарымыз осыны келген сайын құсыңа не болды десе, құстың несін алып жылап қалады екен жаңа бала. Кішкентай бала 2-3 жасар бала. Енді өмір ғой, тағдыр ғой. Құдайдың қалауымен жаңа бала қайтыс болды дейді ғой. Күйеуі сапарда, бұл бала қайтыс болады. Соның ұзақ сапардан кейін күйеуі келеді. Күйеуі келгеннен кейін күйеуі естиді бұның ауырып жатқан баласын. Күйеуі келгеннен кейін бол деген боянып, сыланып кәдімгідей. Күйеуі сапардан келіп тұр ғой жаңа. Шамалы қарны ашып келіп тұр да. Былай да. Соны ана әйелін көріп жаңа несі оянып махаббаты. Енді боянып сыланып тұрғаннан кейін күшті ғой, әдемі. Күшті ғой дегенде өзің әйелін айтып жатырмын, басқа бір әйелін. Жаңа сразу неге қарай алып кетеді ғой? Свеча жанып тұрған бөлмеге қарай ше. Тамақ шайын беріп не алып. Ана баланы сұратып үлгеріп қояды ғой ол ше. Балдар қайда деп сұратпайды ғой, жаңа құлап қалды күйеуі дейтін. Басқа әлемде жүр. Соны екеуі не қылады, сенімен не қылады. Енді сондай болған тарих қой бұл, айтайық енді. Осының сөзде ұят жоқ. Ер мен әйел солай қылып жаратқан ғой Алла Тағала. Сол не қылғаннан кейін енді артынша әңгіме болады ғой енді. Сол артынша әңгімелесіп жатса, баласын сұрап қалады ол күйеуі. Сонда жаңа Румайса айтты дейді. Баланы не істейсің? Айтпақшы күйеуім деп айтып кетші. Бір көрші бізге бір аманат беріп кетті дейді да. Сол аманатын біз жоқ қылып жіберсек, қиянат жасасақ, дұрыс бола ма дейді аманатына? Ойбай, дұрыс болмайды дейді жаңа. Точно айтып тұрсың ба дейді. Дұрыс емес, аманатын орнына қою керек деп айтады. Сонда жаңағы Румайса деген әйел айтты дейді ғой. Жұбайым дейді да, менің ішім қан жылап жатыр қазір дейді да. Баласы өліп қалған. Бірақ оны білдіртпейді да, боянып сыланып ана күйеуінің келе салады. Ойбай, балаң өлді деп жанын шығарып жаңағы келген күйеуінің мазасын алмағанда, оның неге қарны ашып жатқанын бәрін біліп тұр ғой күйеуі. Дана әйел, жаңа әйел. Дана ғой сондай. Сол шаруасын бәрі біткеннен кейін Құдай да бізге аманат етіп берген нәрсесін алып кетті деп айтты дейді ғой. Не деген әйел анау. Құдай да бізге аманат еткен нәрсесін алып кетті деп айтты. Кімді алып кетті? Кешеге ауырып жатқан балаңды алып кетті. Сен қатын деп анау деген ашуланып кетеді ғой, еркек қой енді. Айтпайсың ба келген бойда? Шаруаның бәрін бітіріп алып сен. Жаңа шығармашылық кеші басталды сахабаның. Айқай шу, әлі таң атқан жоқ. Пайғамбарымыз саласам үйіне барады бірден. Қарасай, сахабалар рахат, бір жақсы жерде. Пайғамбарымыз саласам үйіне барса, пайғамбарымыз есік шашап дейді. Ол кісі түнгі тақашты тоқып болып атқан болса керек. Сонымен, Абу Талха не болды саған ашу болсын? В общем, Алланың несі дейді. Мына қатын деп қойып, әңгіменің бәрін айтып береді. Осылай болды дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саласам күледі дейді ғой. Вообще жыны келеді ғой. Күліп отырған. Сонда күліп отырып айтты дейді ғой. Бағанағы болған екеуінің түндеріңе Алла берекет берсін деп айтты дейді. Осылай болу керек болып тұр екен. Бағанағы болған екеулердің түніне Алла берекет берсін деп айтты. Сонда Алланың қалауымен сол түні Румайса жүкті болған екен. Жаңа Румайсаның баласы дүниеге келіп, сол баласынан 10 бала толған дейді. 10-ы да қапыз болған, ғалым болған дейді. Жаңағы берекет дұғадан шыққан баладан 10 бала дүниеге келеді, 10-ы қапыз, ғалым болған.
Көрдіңіз бе? Сөйтіп не істеген дейді? Осындай сыйлық болған дейді әке шешесіне. Ана әйел дейді, егерде Румайса күйеуін басқаша күтіп алғанда дейді, бұл балалар ондай болмайды дейді. Көрдіңіз ме? Әйел адамға даналық осындай керек. Жігітке де не керек? Даналық керек. Біз етіп еркек адамның да ашулана білу бұл жақсы емес. Әр нәрсеге байыппен, жаман сабырлықпен қарау керек. Аузына келген т деген сөзді айта берудің керегі жоқ. Кейін өкініп отырып деп сүмірейіп келіп отырады алдыңа. Айтып қойыппын кеше ашуланып. Өйтіп сүмірейіп келесің бе, айтпа онда. Айттың ба, онда сүмірейме. Көрдіңіз ба? Міне осылай әйел кісі өзінің орнын, ер адам өзінің орнын білу керек. Қоғамда семьялар шайқалып кетіп жатыр. Сондықтан осындай нәрселерді айтуға тура келіп жатыр, бауырлар. Негізі айтатын нәрсе көп. Мен тақырыбым негізі бұл ислам тарихының ояқ бұяғында ғой. Енді амал жоқ, осындай нәрсені айтуға тура келіп жатыр кейбір жерлерде. Сондықтан дұрыс қабылдайсыздар деп ойлаймыз біз. Енді мына жерде бойдақтар отыр, бойдақтарға бір-екі насихат айтып жіберейік, и әкелер отыр, оларға бір-екі құлақтарды ашып тыңдап алыңыздар. Құдай қаласа барлығыңыз балалы боласыздар, или балалы болғандар бар. Әкенің баласының алдында міндеттері бар. Сол міндеттерінің ең біріншісі не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтады, жақсы ана таңдау дейді. Көрдіңіз ба? Міне бойдақтар құлақты ашып алып жатқан осы. Сұлу көрдім екен деп секіре беруге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: қоқыста өскен раушан гүлге құмар болма дейді. Көргенсіз үйдегі қыздан еш нәрсе шығара алмайсың бәрібір дейді. Көрдіңіз ба? Әкесін, шешесін тегін, мінезін, тәрбиесін біліп ал дейді. Ғашық болып қалды мен, өлейін, күйем, сүйем дейді. Ғашықтың 2 айдан кейін бар ғой, батарейкасы отырып қалады ғашықтығын. Шынайы, маскасы шешілген кезде бар ғой, бекер ғашық болыппын деп айтасың. Сол нәрсеге жетпес үшін дұрыс таңдау керек. Жарды дұрыс таңдау керек. Мынау ең дұрыс болды, жаңылып кете керек. Кім дұрыс тұр? Машалла. Бұл бірінші міндеті. Ер адамның, әйелінің, баласының алдындағы бірінші міндеті дұрыс жар таңдай білу. Екінші міндеті бар. Бұл не? Балаға азан шақырып дұрыс ат қоя білу керек. Құлағына азан шақырып дұрыс ат. Дұрыс ат баланың тағдырына әсер етеді. Үшінші міндеті, негізгілерін айтып жатырмын, үшінші міндеті балаға білім мен тәрбие беру керек. Көрдіңіз ба? Бағанағы бала сияқты әкем клиенттермен жақсы болғандай менімен жақсы болса екен деген нәрсеге апармау керек баланы. Балаңмен отырып сөйлесуің керек. Ол да құлшылық болып есептеледі. Балаңа бөлген азғантай уақытың дейді, оған жететін еш нәрсе жоқ дейді, хадистерде кіреді. Әкенің баласына беретін ең абзал нәрсесі бұл уақытын бөліп тәрбие беру дейді. Әке бір жақта соткымен, шеше бір жақта соткымен, бала бір жақта соткымен, сондайға кетіп бара жатырмыз. Анау телефоннан тәрбие алып жатыр, мынау ананың өмірбаянының сторисін көріп әлек болып жатыр, мынау басқа біреудің бірдеңесін көріп жатыр, әйтеуір үшеуі үш әлемде өмір сүріп жатыр. Бір-бірімен байланыс жоқ. Тамаққа шақырса, ар жақта залда жатқан адамға тамақ дайын болды деп WhatsApp-тан жазып жібереді. Сосын кухняға барасың. Сондайға апарды өзі. Үшінші міндеті мінекей балаға ерінбей, балаға білім беру керек. Білімнің ең, тәрбиенің ең негізі бұл Құдайды таныту дейді қандар айтады. Құдайды таныған бала ешқашан сені істемейді, опық жегізбейді дейді бала. Тарихта Омар ибн Абдул-Азиз деген табиғин болған. Білесіздер ме, Омар ибн Абдул-Азиз танитындар бар ма? 5-ші әділетті халифа деген атқа ие болған. 2,5 жыл халифа болған. Қараңыздар. 2,5 жыл халифа болған. Бүкіл дүние оны айтып келе жатқанына биыл 1345 жыл болды. 1345 жыл болды. 2,5 жыл халифа болған адам туралы айтып келе жатыр адамдар. Мінбарларда. Өмірлеріне мысал болып айтып келе жатыр. Сол халифа Омар ибн Абдул-Азиз халифа болып сайланғаннан кейін өзіне тақуалықты ту етеді.
Сондай қатты әділетті болады, өте мықты. Бұның әділеттілігі ұнамайды туысқандарына. Халыққа да ұнамайды. Әділдік керек, бізге әділдік керек деп ұрынып қой қазір. Шынымен әділ болып кетсе бар ғой. Қиын болып қалады кейбір кісілерге. Күніңе разы бол. Осы күніңе, заманыңа разы бол. Ол деген сөз енді олардың күнәсіне разы бол деген сөз емес. Бірақ шектен тыс нәрсені өзің көтере алмайтын нәрсені талап қылмай қой. Сонда қарасаңшы, ана туысқандары Омар ибн Абдул-Азиздің қасындағы аспазшысына тамағына у қосып беріп өлтіреді ғой. Аспазшысын сатып алады қасындағы. Бұл тамақты жеп қойғаннан кейін бар біліп қояды, у ішіп қойған Омар ибн Абдул-Азиз. Сөйтеді де айтады, кетіп қалды ма дейді ғой. Ана повар айтады, кетіп қалды дейді. Неге өттің дейді. Қаншаға сатылдың дейді. Пәленбай динарға дейді. Сол ақшаны менен сұрасаң өзім ақ беретін едім ғой дейді. Бұл жерде ақшадан бұрын дейді, повар айтады ғой. Сенің әділеттілігің халыққа ұнамай жатыр тым дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бұл кісі 3 күндік ушып қойған екен. 3 күннен кейін өледі. Өлейін деп жатқан кезде жаңағы бәлеқорлар бар ғой, бәле іздеп жүретіндер. Бар ма қоғамда? Жетеді бәлеқорлар. Сол бәлеқорлар келіп деген ана өліп барады. Омар сен деген сондай бүкіл дүниені, бұл кісінің мемлекеті мына шеті Қытайда, мына шеті Атлант мұхитында болған мемлекеттің 2 шеті. Әлемнің 4-тен 3-ін билеген халифа Омар ибн Абдул-Азиз. Енді Омар сен бала шағаңа не тастап баратсың деп өліп барады ғой жаңа. Бала шағаңа не тастап баратсың деп сұрап жатыр. 9 баласы бар екен. Сонда Омар ибн Абдул-Азиз айтты дейді ғой. Менің қалған 18-ақ дирхамым бар деп айтады. Дирхам деген күміс ақша. Болар болмас ақша. 18 дирхам ақшам бар дейді. Соның 4 дирхамына кепен алыңдар. 5 дирхамына жер сатып алыңдар. Қара, ана халифаны қара. Мені ана жерге жерлеңдер деп айтса жерлейді ғой негізі. Бірақ жерді сатып алып жатыр да. Сөйтіп қалған 9 дирхамы қалды ма? Қалған 9 дирхамды 9 балама бір-бірден бөліп беріңдер деп айтады. Қойшы, балаларыңа дүние тастаған жоқсың ба, ештеңе тастаған жоқсың. Өліп барады, білгісі келіп барады ғой, не тастадың? Сонда Омар ибн Абдул-Азиз айтты, балаларыма ештеңе тастаған жоқпын. Алланы тастап баратырмын деп айтады. 9-ына да Құдайды таныттым деп айтты. Олар Құдаймен бірге болса дейді, Алла оларды өлтірмейді дейді. Оларға дүние тастап, мен өткеннен кейін дейді, олардың істейтін күнәларына мен үлескер болып қалмайын деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Алла разы болсын. Мен балаларыма ол дүниені тастап не істемейін дейді. Балаларының күнәларына үлескер болып қалмайын дейді. Шынымен сондай болды дейді. Одан кейін халифа Сулейман ибн Абдул-Малик деген кісі болды дейді. Ол халифаның пәленбай баласы болды дейді. Бірақ ол балаларының әрқайсысына 1000 динардан тастаған. Динар деген алтын ақша, білді. 1000 динардан тастаған дейді. Бірақ ол қателесіп қалды дейді. Балаларына Алланы үйретудің орнына дүнияны тастады дейді. Сөйттік те біз дейді. Екеуінің де балаларын көрдік дейді. Оқиғаны риуаят етіп жатқан кісі айтады. Біз екеуінің де балаларын көрдік дейді. Омардың балалары әрқайсысы кедей-кепшіктерге, жетім-жесірлерге пайдасы тиетін үлкен байлар мен ғалымдар болды дейді. Сүлейменнің балалары көше мен көше тентіреп, қайыр сұрап кетті дейді барлығы дейді. Содан бастап біз білеміз дейді, балаға дүние емес Құдайды тастау керек екен дейді. Дүниені ол өзінің уақытында табады дейді. Ешкім дүниемен келмейді. Адамдар өмірге ештеңесіз келеді, білесіздер ғой? Адамдар өмірге еш нәрсесіз келеді. Бірақ бүкіл нәрсенің артынан не істейді? Ұрынады. Бүкіл нәрсені жинауға ұмтылады. Соңында барлығын тастайды, жалғыз кетеді. Және сол жинағандар үшін Алланың алдында есеп береді. Ештеңесіз келдің, ештеңесіз кетесің, бірақ екі ортада жинағаның үшін жауап бересің. Адалдан жинасаң есебің оңай болады, арамнан жинасаң балаңды тозаққа бересің, өзіңнің есебің ауыр болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям балаларыңа әкелген арам тамақтан
әрбір жасушасы өмірге келетін болса дейді, сол жасушалары тозаққа жабуға лайық болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өз балаңды өзің тозаққа жақпа дейді. Мінекей осындай отбасы барлығымызға аманат. Міне жастар жақсы жар таңдауды және де бала шағаға дұрыс ат қоюды, оған білім беруді. Төртіншісі, бала шағаңа, балаңа, қызыңа дұрыс жар таңдауды үйрету керек. Балам сүйгеніңмен қосыл. Қақтамайды ол кіммен? Бетау жылтырап тұрғанмен ар жағында кім білмейді ол. Сондықтан соңына дейін көмектес. Сенің қарттығың әдем өтсін десең, балаңа дұрыс келін таңдауға көмектес. Дұрыс жар таңдауға көмектес. Балаң қайтадан баяғы қоқыста өскен раушан гүлге барып ұрынып, сенің қарттығың қариялар үйінде өтіп кетпесін. Қариялар үйіне апарып жатқан жігіттер өзінің идеясымен апарып жатқан жігіттер емес, қатындарының идеясымен апарып жатқан жігіттер. Сұраңыздар, қарттар үйіне барып тұрасыздар ма? Сұраңыздар. Кімнің кесірінен болды деп айтады? Келінімнің деп айтады. Баламыздың арамызға от салып жіберді дейді келінім дейді. Көрдіңіз ба? Неге? Сенен де қате кетті ол кезінде. Сол келінді неге барып таңдауға көмектеспедің балаңа? Өзіңнен де бар. Енді соның зиянын өзің тартасың. Міне дін, шариғат, Құдайдың исламы адамдардың дүниеде бақытты өмір сүруін қалайды бауырлар. Ұстансаң дін қасиетін, ұстай алмасаң қасіретің деген осы. Сондықтан Құдайдың мына шариғатын берген исламның әрбір заңдылықтарын өзінің орнына қойып ұстайтын Алланың сүйікті пенделерінен болуын нәсіп етсін баршамызға. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Күллікум раи ва күллікум мас'улун ан раиятихи». Сендердің әрқайсысын бақташысыңдар дейді. Бағып атқан нәрселерінен сұраласыңдар дейді. Еркек өзінің отбасы үшін сұралады. Әйел күйеуінің мал дүниесі үшін сұралады. Техничный тығып алып, төркініне бер жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Күйеуіне айтпай төркініне дүние жіберетін әйелдер Алланың алдында есеп береді. Әйелдің не то что төркініне жібергені, күйеуіне айтпай қылған садақасы да дұрыс болмайды, ұстаған нәпіл оразасы да дұрыс болмайды, нәпіл намаздар да дұрыс болмайды. Күйеуі білмеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір әйел келеді, сахаба әйел. Я Расулаллах, менің күйеуім дейді. Маған нәпіл ораза ұстатпайды дейді. Ойбай. Менің күйеуім дейді, таң намазына ұстап қала береді дейді. Менің күйеуім дейді. Намаз оқып жатсам, намазымды бұздыртады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сенің күйеуің таза оңбаған екен бар ғой ше? Деп айтпаған, күйеуің шақыр деген. Көрдіңіз бе? Екі тарапты тыңдамай шешім қабылдауға болмайды. Бір тарапты тыңдап алып, анан жаманшылыққа шығаруға болмайды. Екінші пайғамбарымыздың әділеттілігін көрдіңіз бе? Шақыр күйеуің деді. Күйеуін шақырды, күйеуіне айтты. Әйелің осылай шағымданып жатыр. Ораза ұстайын десем ұстатпай деп айтады. Дәл солай деп айтады, ана жігіт бар ғой. Солай дейді, я Расулаллах. Неге ұстатпайсың десе, Аллаң есі біз дейді, енді үйленгенбіз дейді да. Мен жұмыстан дейді, үйге асығып аппетитпен келем дейді да. Аузым беріп дейді анау. Настроением түсіп кетеді дейді меніңше. Не істеймін менен дейді да. Тұла бойым тулап тұр дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана әйелге дейді, күйеуіңнің разылығынсыз ұстаған нәпіл оразаң дұрыс болмайды деп айтады. Көрдіңіз ба? Енді ана күйеу өзінің әйелі оразамын десе, қаққа барады енді? Басқа біреуді алайын десең, тағы алғызбайды мысалы. Қара қылды. Ол тасышы, жалпы деймін да мысалға. Қаққа барады енді? Екіншісі дейді, намазын неге бұзасың дейді. Аллаң елшісі дейді, мен қарным ашып өлейін деп келем дейді да. Мынау бесін оқып тұрады дейді. Бақарамен не оқиды, мен ұзақ оқиды дейді намазшы. Қысқартсайшы деп айтамын дейді, қысқартсайшы, тамақ ішіп жұмысына кетейік дейді. Сонда ана әйел айтады, Аллаң елшісі, мен Құранды ұмытып қалмайын деп намазды оқиын. Намазды ұзақ оқуың дұрыс болмайды дейді, күйеуің келген кезде дейді. Намазың қысқа сүремен де дұрыс болады сен дейді. Инна атайнака кәусар бар ғой, ұқсайшы.
Көбісі жаттай алмайтын ауыр сүре бар ғой. Соны ұқсайшы. Үшіншісі не дейді? Таң намазына ұйықтап қала береді дейді. Негізі ол сахаба әйелдің бұлай айтуы күйеуінің айыбын ашу дұрыс па? Дұрыс емес. Бұл сахаба әйелден қате кетіп жатыр негізінде. Алла Тағала Құран кәрімде әйелдер сендер еркектерге дейді. Еркектер сендер әйелдерге бір-біріңе несіңдер дейді? Киімсіңдер дейді қараңдар. Бір-бірлеріңе киімсіңдер дейді. Қазір бар бұл киім ашып қалған голыймыз қазір. Анау күйеуінің айыбын бүкіл төркініне жайып отырады. Білмеймін, түннің ішінде келеді, не істеп не қойып жатқанын білмеймін. Мамасына, әкесіне, сіңілісіне, подружкасына бәрін айтып отыр, күйеуінің не істеп жүргенін. Бүйтеді, сөйтеді деп. Біреулер бар дейді, өзінің төсекте болғанын айтып отырады дейді. Қиямет күні Құдай ол адамдармен есептесуге назарын салмайды дейді хадистерде. Ауыр жағдай бұл. Бір жігіттер бар дейді, күйеуінің әйелінің айыбын ашып жүреді. Құрсын, андай, мындай деп. Жоқ, бір-біріңе киімсіңдер деген сөз. Қараңыздар, мен үстімде мына жерде киім тұр ғой. Мен қай жеріме операция жасалған білесіздер ме? Кім біледі мен қай жеріме операция жасалған? Маған операция жасаған хирург қана біледі, көрсіз ба? Ол да ұмытып қалған шығар, клиенті көп қой онда. Кім айтады, қай жеріме операция жасалған? Құдай сақтасын. Көрдіңіздер ма? Білмей жатсыздар. Біреу аппендисит дейді, біреу бірдеңе деп жатыр. Білмей жатсыздар. Неге білмей жатсыздар? Өйткені менің үстімде міне ер мен әйелдің айыбын көрпесінің астынан шықпау керек дейді имам Шағрауи айтады. Бөлме емес, көрпенің астынан шықпау керек дейді. Сенің айыптарыңды әлем көріп жатыр дейді. Үйіңдегі бүкіл нәрсені бүйтіп түсіріп жүр, күйеуінің не істеп не қойған, носкиін жинап жатыр. Зачем біреуге сен күйеуінің носкиін жинаған? Күйеуінің айыбын, әрбір үйдің өзінің құпиясы сыры бар. Соны әлемге жариялап жатқан әйел де, оны жариялап жатқан еркек те дұрыс болмайды жариялап. Көрдіңіз ба? Міне киім деген осы. Бір-бірінің ішіндегі айыбын білмейді, менің ішіндегі білмейсіздер. Сол сияқты кімнің семьясында не болып жатқанын ешкім білмеу керек. Осыны ұмытпау керек. Міне жаңағы әйелдің күйеуім таң намазына ұйықтап қалады деген әңгімесі бұл өте айып әңгіме. Күйеуінің айыбын ашып тастап жатыр ол әйел. Көрдіңіз ба? Осындай әйелдер бар. Мен күйеуім тұрмайды таң намазына. Сенің күйеуің таң намазына тұрмаса, оята алмаған сенің кінәң онда. Оятпайсың ба? Башпайынан бастап массаж жасап. Тұра ғой, Құдай күтіп жатыр сені деп. Жай намаз қанша аласа болса да, оның үстіне шығу саған қиын болмайды деп. Айтпайсың ба сондай күшті сөздеріңді? Өзің бірінші орын аласың ұйықтаудан, күйеуің екінші орын алады, сосын не істейді намаз? Түнімен бала еміздің деп еще ақтайсың өзіңді, ақтағың келеді. Дұрыс шығар енді, ол да бар шығар. Өйте айтады екенсің, онда күйеуіңнің айыбын ашпасын. Көрдіңіз ба? Күйеулерде әйелінің айыбын ашу. Ана жер ұнамайды, мен жер ұнамайды деп. Ақыр өзің ғой алған соны. Міне сол әйелдің пайғамбар салсам айтты, Сафуан деді, жаңа Сафуан ибн кім еді? Сафуан ибн Муаттал деген сахаба екен ғой. Соған айтты, Сафуан дейді. Енді мына әйелің айыбыңды ашып қойды ғой деді. Әйелің айыбыңды ашып қойды. Бірақ деді, намазды деді, ұйқыңнан тұрғаннан кейін оқып ал деп деді. Неге өйтіп намазыңды қаза қылып жүрсің деп еді, я Алла несі, менің сменім түнгісіменде деп айтады. Менің жұмысымды білесіз ғой, я Расулалла. Сөйтсек бұл кісі атбек екен ғой, сахабалардың атына қарайды екен, пайғамбарымыздың да атына қарайды. Түнімен атты жемгі суарып біткенге дейін, уже ана батарейкасы отырып құлаған кезде таң намазда қосып кетіп қалатын болып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан, құрметті бауырлар, 90 ауыз сөздің енді тобықтай түйіні Алла Тағала Құран кәрімде бізге үйретті ғой. Раббана хаблана мин азважина ва зурриятина құррата аюн дейді. Ана қарасаңызшы, Раббымыз менің әйелдерімді деп айтады, бұл жерде. Тәубе. Аят қойын, қайтемін, өзгерте алмаймын әйелімді деп. Раббымыз дейді, менің әйелдерімді дейді.
Bala шағаларымды көзімнің қуанышы ете көр дейді. Ол не деген сөз? Ол деген сөз үйге кіріп келген кезде, әйеліңді көрген кезде де, балаңды көрген кезде де, Құдай есіңе түсіп, қуаныштан көзіңе жас келу деген сөз екен. Раббым, рахмет саған, осындай әйелді маған сыйлағаныңа. Раббым, рахмет саған, осындай баланы тәрбиелеп отқан әйелді сыйлағаныңа. Осындай керемет ұрпақты тәрбиелегеніне рахмет дейтіндей, қуаныштан өзіңмен өзің жылайтын көз жас. Мына дұғаны жаттап алыңыздар. Көп көмектеседі иншалла. Енді Құдайдан басқа ешкім өзгерте алмайды ғой ешкімді. Қараңыз, бірінші кімді айтып жатыр? Әйелдеріңізді. Бірінші адамға керек жанына жақын кім екен? Әйелің екен ғой. Екінші, одан шығатындар бала шағаларым да дейді. Көзімнің қуанышы ете көр. Оларға қараған кезде көзім қуанатын, көзімнен қуаныштан жас тамшылайтын сондайлардан еді. Одан кейін не дейді? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Және менің өзімді дейді, тақуалардың имамы ете көр дейді. Ой, не деген мықты дұға мынау. Құранда келген дұға, құрметті жамағат. Бүкіл үмметтің алдына бірінші нені шығарып жатыр Алла Тағала? Отбасын шығарып жатыр. Отбасы бұл үмметтің бір бөлшегі. Отбасын бірінші орынға шығарып. Жамағат екінші орынға. Жамағатты тәрбиелейтін отбасını тастап қойма. Отбасını тәрбиелейтін үмметті тастап қойма. Әрқайсының өзінің баласын ұстап тұрды. Қалай болады? ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Duhan Suresinin 6. ayeti cemaat Kur'an'da şartlarımız o yerden de sonra Duhan Suresi. Allah razı olsun aşağılarınızdan